Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен жүрекше пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеомды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы 3 жұмыртқамызды қантпен жақсылап араластырып миксерлейміз. Міне біздің массамыз осындай ағарып көтерілу керек. Содан соң бөлме температурасындағы сұйық майымызды және сүтімізді қосып тағы да миксерлейміз. Ал енді електен өткізілген ұнымызды, қопсытқышымызды қосып, барлығын біріктіреміз. Осы кезде алдын ала микротолқын пештеріңізді 180 градуста қосып қыздырып аласыздар. Араластырып дайындап алғаннан кейін, енді бөлек ыдысымызға 2 ас қасық массамызды салып аламыз. Ол біздің оформлениемізге қажет болады. Міне формамды осылай дайындап алдым. Пергамент қағаздың астына төсеп, формамызға құямыз. Ал енді бөлек ыдысымызға дайындап алған массамызға какао, жарты шай қасық какаомызды қосып араластырамыз. Бұл бізге жүрекше жасауға қажет. Енді шприцтің көмегімен дәл видеодағыдай құйып шығамыз. Ал енді шпажка болмаса осындай зубочисткамен, қандай да бір таяқшамен осылай сызып шықсақ, бізде әдемі осындай жүрекшелер пайда болады. Содан соң 180 градуста жарты сағатқа пісіретін боламыз. Міне әдемі болып пісіп шықты. Пирогымыз өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған өте қатты ұнады. Осы рецепт бойынша дәл менікіндей жасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Сәкеновна.